АКШ президенті Дональд Трамп мәжбүрлі еңбекті тиісті түрде тоқтата алмады деп айыпталған ондаған елге жаңа баж салықтарын жариялады. Оннан 12,5%-ға дейінгі жаңа баждар осы жылдың басында енгізіліп, жұма күні мерзім аяқталатын ғаламдық тарифтердің орнын басады. Бейсенбіде жарияланған бұл тарифтер Қытай, Үндістан және Еуропалық одақты қосқанда 60 елге әсер етеді. Олар бірігіп ақш импортының 99%-ын қамтиды. Трамп өткен жыл әлемнің дерлік барлық еліне екі таңбалы баж салығын енгізген еді. Бірақ ақпан айында жоғарғы сот ақш президентінің мұндай заңды өкілеттілігі жоқ деген шешім шығарды. Нәтижесінде әкімшілік өтемақы төлеуге мәжбүр болып, оның орнына Трамп 10%-ық уақытша тарифтер жариялады. Енді бұл тарифтердің мерзімі аяқталып, орнына жаңа баждар енгізіледі. Бұл шешім зардап шеккен елдер тарапынан қазірдің өзінде үлкен сынға ұшырады. Дегенмен, жаңа тарифтер бұрынғыларға қарағанда заңды шағымдарға шыдамдырақ деп есептеледі.